Бір-бірін өлтіруге дейін дайын болған жауынгерлер октагонға шыққан кезде мен сені жақсы көрем деп чемпиондығымен құттықтап белбеу тағуларына дейін көмектесуі жалпы қызық көрінді. Негізі екеуінің постерлері шыққанда барлығы ой тағы да қызықсыз жекпе-жек дегені солайды. Екеу екі жақтан жай қыздырып, қазанның астына қара сиырым қарап тұр, қызыл сиырым жалап тұр дегендей қазанды қыздырғаны соншалықты басқа ыдыс формасына келтіретіндейге жеткізді. Ал жалпы Хамзат Чимаев күрес алмай қайналып жеңілді дегенде тек қол-аяқ қалтырап қартайған кезде ғана естимін ба десем, кеше ғана көріп таң қалып жатырмын. Шон Стрикланд әрине осал емес, бірақ Хамзатқа ешқандай қарсылық білдіре алмайды деп ойладым. Себебі біз білетін Хамзат Чимаев алдына келгеннің бәрін қопаруға дайын. Ол тіпті Алекс Перейра болсын, тіпті Том Аспинал. Бірақ 105 килограмм салмақтан 84 килограммға санаулы уақыт ішінде түскені шынымен де ауыр дегендей. Бүгінгі видеода жекпе-жек алдын қандай оқиғалар болды, Ислам Махачев секілді жұлдызды жауынгерлер қандай болжам берген еді, жекпе-жек жалпы қалай болғаны және жекпе-жектен кейінгі Дана Уайттың басқа да жауынгерлердің пікірлерін көрейік. Сіздермен бірге не бар не жоқ арнасы. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Сонымен не бар не жоқ. Осы жерде өткізбей тұрсаңыздар, мен сіздерге бір нәрсе айтайын деп едім. Құдай маған контент жасауға талант берді. Еңбек етіп, қолдан келгенше жасап жүрмін. Және Құдай сіздердің алдарыңызға осы видеоның шығуына септігін тигізді. Енді неге осыны жақсы іске бұрмаймыз? Ақыр YouTube'тан түсіп жатқан пайда жоқ, керіп жатқан атақ жоқ. Есесіне қаралым бар. Яғни сіздер барсыздар. Мен соған қатты қуанамын. Бірге жұмыс істеген әріптесінің баласы ауыр жағдайда. Әкесін де танимын, анасын да танимын. Осындай жағдайда сіз біз болып аздай болсын көмек көрсету арқылы Алланың разылығын алайық. Тіпті әр адамның 100 теңгесі үлкен көмек. Баршаңызға Алла разы болсын. 2025 жылдың тамызында Дрикус Дюплесиді жеңіп, орта салмақ чемпион атанған Хамзат Чимаевқа UFC басшылығы экс-чемпион Шон Стрикландты қарсылас етіп берді. Негізі бұл мүмкіндікке қатарынан 5 жекпе-жекте жеңіске жеткен Насордин Имавов әлде қайда лайық еді. Алайда ұйым Чимаев мен Стрикланд арасындағы ескі жанжалды пайдаланып, үлкен шоу жасауды көздеді. Даудың басы қалай басталды? Олар 2022 жылы Лас-Вегаста бірге жаттығып, кейін бір-бірін жек көріп кеткен. Чимаев Шонды спаррингте қыз сияқты жылады деп қорқаққа баласа, Шон бұған жауап ретінде баспасөз мәслихатында оны толассыз балағаттап, терроршы деп атады. Баспасөз мәслихатында екеуі Хабиб пен Конордың стиліндегі нағыз шоу көрсетіп, көз арбасу кезінде Чимаев қарсыласын теуіп жіберіп, төбелесе жаздады. Спорттық тұрғыдан көпшілік Стрикландтың Хамзаттың күресіне төтеп беретініне сенбеді. Дегенмен Шонның тейкдауннан қорғануы өте жақсы екенін және Чимаевтың кейде төзімділігі сыр беретінде ұмытпау керек деді. Чимаев өз жеңісіне еш күмәнданбады. Ол ешқашан маған қарсы тұра алған емес. Жоспарын торға шығу, оны сабау, ақшаны алып үйге қайту деп кесіп айтты. Алайда Хамзаттың басты мәселесі жекпе-жекке дейін басталды. Салмақ қуу оған өте ауыр тиіп, ол таразға әбден титықтап, ең соңғы болып келді. Ол салмақ лимитін орындады деп жарияланғанымен, желі қолданушылары бұған күмәнмен қарады. Таразы көрсеткіші тұрақталмай жатып, ол одан тез түсіп кетті деп шулай түсті. Негізі осы салмақ өлшеу рәсімінде Хамзаттың түрі көңілді емес екенін байқауға болады. Көңілді емес нес тіпті әлсіреп тұрғандай кейіп танытты. Жалпы жекпе-жекке дейін атақты жауынгерлер қандай болжам айтты? Ислам Махачев: бәлкім бұл өте оңай жекпе-жек болар, бірақ егер ол 5 раундқа созылса, Хамзатқа қатты терлеуге тура келеді. Өйткені бұл шалқасына жатып алып, орнынан тұрмаған Дюплесимен болғандай болмайды. Менің ойымша, Стрикланд орнынан қайта-қайта тұруға тырысады. Вегастағы залда онымен бірге жұмыс істеген жігіттері оның осы қасиетін айтып кеткен еді. Стивен Томпсон: Чимаев жиі жекпе-жектің басында бір соққыны көрсетіп, бірден аяққа өтіп кетеді. Егер Шон үлгеріп, басына тіземен соққы жасаса, Хорхе Масвидаль мен Бен Аскреннің оқиғасы қайталанады. Холландқа қарсы айқаста Чимаев тіпті ұрған да жоқ. Қарсыласымен сәлемдескендей сыңай танытып,
бірден аяққа кірді. Менің ойымша Стрикленде басқа нәрсеге мүмкіндік аз. Том Аспинал жақсы жекпе-жек болады деп ойлаймын. Хамзат өзінің тейкдаундарымен және басқа да қабілеттермен тоқтатылмастай көрінеді. Ол ұру техникасында да қауіпті. Дегенмен тек ұру техникасын алсақ, Шонның аздаған басымдығын байқауға болады. Меніңше Шонда жеңіске жетуге нақты мүмкіндік бар. Бірақ мен Хамзаттың жеңісіне бәс тігемін деп өзіме ұнаған 3 жауынгердің пікірін алдым. Енді жекпе-жек күніне келейік. Әдетте Хамзат Чимаев жүгіріп, энергиясы тасып келеді. Алайда бүгін ондайды көрмедім. Көрермендер мен ұйымдастырушылар нағыз қырғын күткенімен тор ішіндегі жағдай мүлде басқаша өрбіді. Жекпе-жек алаңындағы дұшпандыққа қарамастан қос спортшы бір-біріне құрмет көрсетіп, жылы шыраймен қол алысып барып айқасты бастады. Хамзат өзінің стилінде ұрып, ары қарай күреске кетті. Шон көріп тұрғанымыздай қарсылық таныта алмады. Мойнын ұстап осымен бітті-ау деп едім, бірақ Шон бар күшін салды ма, әлде Хамзат әлсіреді ме, біз күткендей болмай жатты. Жеке өзім ешкімге жақ болған жоқпын, алайда өзім болжаған нәрсе ойға асса, әрине ішкі эгом рахаттанады. Бірақ барлығы мүлде басқаша болды. Кейінгі раундтарда керісінше қайта Шон Хамзаттың үстіне шығып алып сабай бастады. Кейін қарасақ, тіпті Хамзат Шонның аяғына кіре алмай жатыр. Дәл мен сияқты күресіп жатыр десем қатты кетермін, бірақ бүгін бұл кісіні тани қоймадым. Күресті одан кейін тіпті көрмедік. Гейджи мен Холлоуэй төбелеске шыққандай сезім тудырды. Түрегеліп жіптер, хуктар арқылы өрбіген классикалы бокс болды. Бірақ бұл бокста Шонның басымдылығы байқалды. 5 раунд бітті. Ендігі кезек жеңімпазды анықтау. Жаңа чемпион немесе чемпион өзінің белбеуін сақтап қалды. Қайсысын естейміз? Шонның қолы жоғарыға көтерілді, ал Хамзат қол шапалақтап құттықтады. Жекпе-жектен кейін екі ортада ешқандай өшпенділік қалмады. Чимаев қарсыласын достық пейілмен құшақтап, чемпиондық белбеуді Шонның беліне өз қолымен тағып берді де, ешбір пікір білдірместен октагоннан шығып кетті. Жекпе-жектен кейінгі пікірлері келейік. Алдымен өзімнің қысқа ойым. Меніңше сол салмақ қу аса ауыр болған сияқты. Екінші раундта солып қалған жауынгер ешкімге төтеп бере алмас. Шонда аса мықты болды дей алмаймын, алайда ол сауатты қимылдап, күтіп алу тактикасына басымдық берді. Жалпы жеңімпаз атын Хамзатқа берсе де, Шонға берсе де жарасып тұр. Алайда мұндай әлсіреген чемпионды келесіде ешкімнің көргісі келмеген соң жеңімпаз етіп жаңа чемпионды сайлағандай. Ал енді дәл сол жеңімпаздың сөзін тыңдайық. Шон Стрикленд. Америкалық жанкүйерлерімнен, христиан жанкүйерлерімнен, мұсылман жанкүйерлерімнен кешірім сұрағым келеді. Мен шектен шығып кеттім, мойындаймын. Мен барлығын құрметтеймін. Шешендер мықты жауынгерлер, нағыз жыртқыштар. Мына жігітте жыртқыш, мен жақсы үлгі болуым керек еді, бірақ мен сіздер үшін жекпе-жекті қыздыруға тырыстым. Ол өте мықты жігіт, менің мұрнымда сындырды. Ол шегінбеді, мен оны барлық нәрсемен ұрдым, бірақ ол алға ұмтыла берді. Бұл нағыз жындылық. Жігіттер, сіздерге рахмет. Сіздерсіз мен бұнда болмас едім. Христиан жанкерлерім, мұсылман жанкерлерім, ақ нәсілді жанкерлерім, қара нәсілді жанкерлерім, қоңыр нәсілді жанкерлерім, мен сіздерді жақсы көремін. Бастықтың сөзі қандай? Дана Уайт. Меніңше оған салмақ қу өте ауыр тиді. Жекпе-жектен кейін ол маған тура келіп, мен жоғары салмаққа ауысқым келеді. Бұл салмақ дәрежесінде енді төбелескім келмейді деді. Оның жоғары салмаққа өтуі өте қызық. Жалпы Хамзат Чимаев жекпе-жектен кейін ешқандай пікір білдірмеді. Тек қана осы Дана Уайтқа барып айтқанын ғана естідік. Ал Хамзат Чимаевтың алдындағы қарсыласы осы салмақтың алдыңғы чемпионы Дрикус Дю Плесси не деп жатыр. Жекпе-жек дәл мен ойлағандай өтті. Шон тамаша айқас өткізді. Мен айтқанымдай бұл адамды партерде ұстап тұру өте қиын. Бұл қиын тапсырма. Ол Хамзаттың шаршауына қол жеткізді. Хамзаттың тік тұрған күйде оған шамасы келмейтінін білдім. Сондықтан Шонды құттықтаймын. Және бұл мені қайтадан әлем чемпионы етеді деп ойлаймын. Стивен Томпсон. Бұл ақылға сыймайды. Біз бұрын мұндай Чимаевты көрмегенбіз. Пауло Коста. Ха. Бұл қасқыр пудель болып шықты. Оны маған тезірек беріңіздерші. Белал Мұхаммад. Салмақ қу сұмдық болған шығар. Стрикленд бәрібір нашар. Генри Сехудо. Стриклендтің көрсеткені неткен өнер және қандай тамаша жекпе-жек. Шоның пайдасына 48-де 47 есебі дұрыс болды. Соңғы раундтың алдында менің есебімше тең ойын болған. Ал Стрикленд финалдық раундты өз пайдасына шешу үшін жеткілікті жұмыс жасады.
видеоны аса лайк арқылы қолдап кетіңіздер. Ал тіркеліп кетсеңіздер тіпті керемет. Сонымен не бар, не жоқ.